Қайырлы күн баршаларыңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Кешкеге не тамақ жасаймын деп отырған кісілерге осы тағамды ұсынамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ешқандай фольганы, пакетті қажет етпейді. Менде тауықтың аяқтары 760 грамм шықты, яғни 3 адамға жеткілікті болды. Тұз салам және де кристаллик саламыз. Соевый соус 2 ас қасық және де маринадтауға арналған, яғни жаримияса соусын қолдануға болады, бірақ оны қолданбасаңыз да дәмді болып шығады. Және де 3 тіше сарымсақты қолданамыз. Кетчуп, майонез, дәл астында описанияға қалдырдым керек заттарды қанша мөлшерде екенін. Және де паприка, қара бұрышты қолдандым. Егер паприкалар ұнамай жатса, басқаша дәмдеушілерді қоссаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырып, кем дегенде 30 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде өзінің бойына сіңіретін болады. Тауық аяқтары маринадталып болғанша көкөністерімізді турайтын боламыз. Тамақ сочный болып шығу үшін, яғни сулы болып шығу үшін бір қызанақты турап салатын боламын. Енді көкөністерді дәл тауықтың аяқтағын маринадтаған секілді маринадтайтын боламыз. Бірақ бұл жерде кішкене майонезді көбірек саламыз. Сол кезде, яғни картофель, овощтар күйіп кетпейтін болады. Майонез әдемі жұмсақтық береді. Противенді, яғни 2-3 ас қасықтай сұйық майды жағып алдым. Енді осы алдымен тауықтың аяқтарын 10 минутқа салып аламын. Сосын барып көкөністерді саламын 10 минуттан кейін. Яғни қызып тұрған пеште 180 градуста менде 60 минуттай пісті. Өйткені тауықтың аяқтары кеште піседі, ал көкөнісі ерте піскетін болғандықтан біріншіден 10 минутқа тауықтың аяқтарын салып алдым. Сосын барып көкөністерді салдым. Мінекей иісі бүкіл үйді жарып жатыр. Өте дәмді. Мінекей достар, біздің кешкі табағымыз дайын болды. Қараңыздар, тауықтың аяқтары қып-қызыл, яғни көкөністеріміз өз орнында күймей жұп-жұмсақ болып шықты. Осылай салатты жапырақпен жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Тез арада және де дәмді болып шығатын тағамның түрі. Сіздермен бірге болған Әсем Аймен арнама тіркеліп лайктарыңызды баса кетіңіздер.